49 жылдан бeri Kırgız'ın tarixini izleyen kişiyim. Bizde 40 yıl tozak var. Şu Kırgızistan'da 3-4 yıl tegelip çıktık. Yüzüstün doktor var. Ben ama şuna geldi aslında. Ben gezde gittim. Onda göz başlayan, hürmet başlayan, siz başlayan sözlerin bağır, natletlerini жалғамыз. Тереңден шығады. Бұл hürmet ayken тұрады. Bilimsizlikten шығады да. Білім алған кісі бұншық қойып отырады. Білімі жоқ адам қалаш береді да. Ана бүгінгі күні жаңағы Садыр Жапаров аябай тура закон шығарды да, сұрап қойшы деп. Білімсіздер жаңағы вазир жақсы хан жақсы дейді ғой. Вазирлер білімсіз болған үшін Садыр Жапаров бүгін елге жаман болады. Соны бізге ол 40 жыл жолы жүрген кісілерге. Анткени ал айтып жатыр Садыр Жапаров. Сарап қорытылып жатыр. Салтты жойдаған жоқ. Бұлар не қылды? Салтты жойылды. Малды сой болады дейді, үсік қойдан қой болады дейді, боз үйді киіп қойды дейді. Баян бір деп сөйледі, көрбасқанға да ақшам төлеп өлі дейді. Ана мен айтадым, көп кішіңізді айтып жатырсыз да, Қырғызстан бойынша. Көрбасқандарға тыйым төлеп өледі. Боз үйіңер киіп қойды дейді, 3-7 деген жой болды. Жой болады. Елдің бар, біз талқы болатпайыз ба? Мұндай талқы қазір аябай қатып жүрді. Мен де бүгін көп кішілік қой деген, аз болатпай. Баста яқта түге 100-200 мешатқанға теймеді. Бұл деген аябай талғын жерді. Аябай талғын. Анкені бұл бүгінгі ойға себебі жоқ. Анкені Құдайдың сөзі бар. Қырғыздардың сөз бар да, Қырғыздың ұлылығы, бұл біз сөз сыйлаған еліміз да. Осы сөзіміз айтылады. Жамандық менен жақсылық дейді, үзеңгіштілік дейді. Яна осы жерде Құдайдың сөзі бар да. Жақсылықты дейді, адамдар өзгер қылға дейді. Мен сізге ерік беріп қойған дейді да. Жамандықты мен берем дейді. Жамандық деген ешқашан айтылмай келеді. Қырғызда 2 закон бар. Екі нәрсе Қырғызға айтылмай келеді. Бұл жамандық, анан кейін жақсы қонақ. Ушуну қырғыздар билеп алып тұрып, даяр тұрышқан дайын. Илгери заманда жаңағы өгізін бычып, аттарды бычып, жаңағы жақсы тұқым бергендер. Қойларды бычып тұрған сайын қоқтарға қармачы келеді. Ертең қонақ келіп қалса, семіз болсын деп, сонда даярдашқан. Жамандық болып қалса, қоқой, тияқтан келеді деп, анда даярдап, даяр тұрышқан. Антеналар білген, Құдайдың сөзі бар, айттырмай келеді. Бүгінгі күні барымыз тұрамыз, баларымыз да тұрады, әрбір үйде байланған мал да тұрады. Бүгінгі күні Қырғыздың дәле дастарханы толып тұрған кезде. Мен тарихты жақсы оқып шықтым. Өткенде бір жерде отырып айттым. Мен Орманханның тұқымы боламын дедім. Осы жерде Қошқан ата жүрген адам да. Бұл дастархан дедім, міне Орманхан атасы хан болған дедім. Ошон дастархан ішінде болған емес дедім. Дастархан иіліп тұрады. Тұрау бүгінгі күні. Мен бүгінгі күні Қырғыздың жоқ деп айтқан ол аябай бір нәрсе да. Анан осы күні қайда үшін барын жоғалт деген бұл жақсы нәрсе емес. Анткени бүгінгі күннің біздің дастарханның үстінде иіліп тұрғанда біз себепкер емеспіз. Біздің қылып жатқан işimiz емес. Анткени біздің ата баба өтіп кеткен ата бабалар. Ошолордун тилегинен жаралган нерсе. Алар дайым айткан біздің ата баба. Ушу мен көрбөгөндү балдарым көрсө экен. Мен жебегенди балдарым жесин деген. Жамандык биз менен кетсин деп беришкен. Ошондон жүрүп отуруп мына тилектен, барып нерсе тилектен жаралат дейт. Бүгүнкү күнү кыргыз дуулдап турабыз дагы, анан келип алып мен эшигим астынан 10 жылкын турат. Көчөгө 10 жылкын жок болчу. Чоңоттан бергенде 1 жылкы жок. Айыл боюнча иштеп жүрүп 1 жылкын таап берсе койгонбуз. Ошондо атам аябай сүйүнмүн. Неге сүйүнмүн? Анткени салт аткарды. Элден калбай атамды эметтим. Жылкысында таап бердик го, ордуна келди. Бүгүн мен 10 жылкым бар. Мен эмне карап жүрөм? Эгер аны сойбосом мен эмне кереги болуп жылкымагачы? Анын көңүлүнө бок болду. Байсаңар? Анан бул жерде, анан жанагы бул аксакалдар туура айтып кетти. Бул жерден бакып туруп, мулдакелерин кылып аткан иши да. Жанагы мал сойбо деген сөзчү. Айрым деп коелучу. Анткени булар айрым мулдакелер сенин Биздин аксакалдарыбыз андай сөз айтпайлы да. Жок, мен эмне айтам? Анан мулдакелер деген мен сайтпен убакыт болот. Булар 4 тараптан окуп атат. Азыркы элдер эмне болот? Башкаларчы. Ар бир эл өзүнүн улуулугун көрсөтөбүз деп, өздөрүнүн кийин идеологиясын бизге тыгып атат айтып. Мына бүгүнкү күнү молдолорду мен жаман көрбөйм. Мен тетиги тай атамда, чоң атамда молдо болушкан да. Ошо молдо менен бүгүнкү молдонун айырмасы аспан менен жерде. Түптүр. Ошол убакта мен молдолорду көрүп калдым, сен кем боло көрдүңөр да, чоң ишеңерде. Мына мен чоң атам өлгөндө 69 жылы. Чесек байдан аксакал бар эле. Ошол өлөлүктө келип, жок коркпогула деп, эгин байлап, бутун байлап мексик аламын. Bir komutanı boşalt koydu, bir komutanısını boşalttı, ben çay taşıdım. 3 gün çay taşıdım. Şaşpaklar dedi. Malına diştekiler, çıkırmağın deneği, atağardan kaçkan adamların barını çıkırdılar. Toprak salsın dedi.
Бүгүнкү малдар эмне дейт? Ысырына коюм деп сүйрөп келет. Малды союп алат дейт. Кыргыздын салты боюнча баланын милдети эмне? Баланын милдети атанын жолун улоо. Yani jet atаңды бил, jet атаң билбеген текст кул деп атпайбы? Кул деген ким? Кул деген арабтарда айтышат. Биз деген кыргызбыз. Кыргыз элинин немеси айырмабыз. Тиги башка элден айырмабыз. Бирек деп коет казырчы. Салтыбыз. Жана меймандостугубуз. Эл үйүнө киши барса жаман көрөт. Кыргыз кирбей койсо жаман көрөт. Бул биздин каныбыздагы нерсе да. Көчө ата бабам кылып келген нерсе мен сөз улантышым керек. Ошон үчүн мен ошонун баласымын. Мен белектин баласымын да. Өткөндө тиги баягы чубак жайлы тергесте мен айтса кетип, анан бардым да немеге. Китергечи. Ошол жерге барсам жана журналист айтат. 5 малды соккан киши дейт, 5ке чыгат. Дейт. Мен айттым, макул дедим. Бирок менин атам дедим, Ормонхан Төрөгелди тиги калып ата мен атылар, дайын. Мен ошолор 5 мал намаз окуган эмес. Аякта мискен жок болчу. Анда бир Кудайга Кудай деп эле жанан көкөрөгөнөн сыйынып өтүшкөн. Анан мен сиздин тин алайын дагы 5 мал намаз окуйын дагы 5ке чыгат экенмин. Аталарым соседний комнатада тозок жатат экен. Мен кандай 5иңердин кереги жок деген. Мен аталарым каяк болсо мен ошол жака барам деген да. Анан бул деген ошол кыргыздын милдети атасынын жолун улоо. Жет атаңды бил деген ошол. Жет атаңды билип, ичинен эмне кызмат кылып кечкен бул дүйнөдө. Сайыпкер болсо сайыпкер бол, манасчы болсо манасчы бол, дыйкан болсо дыйкан бол, батыр болсо батыр бол деген сөз. Атаңды билип атат. Анан ошону ачыш керек да. Анан бул жерден тиги Садыр Жапаров аябай сонун закон чыгарды. Действительно, бузуклар бар да. Жанагынтип дараптап кетти. Анан кызыгы да бул жерде кызыгы. Адам өсүш керек бул жашоодочу. Жанагы мен атама окшогондор жылкы чоктур, жылкы союп, астыга жылып атат да. Жылкы союлар теңел. Азыр биз жок артка бар, жана колдо жоктор бар. Ошолорго бар теңел дейт да мал союп алат. Жок андай болбойт, закон андай эмес. Адам болсо астыга кетиш керек. Наоборот, ошол сойбогондор теңел бизге окшоп бизге сойсунар да. Наоборот, закон ошон чыгыш керек болчу. Жанагы уят жоктор. Атага көчүп кеткенде ушу бир атаңга бир мал союлгандан сен эмне кичтиң деп уят карбайбы аны? Бизге теңелбей, бизге теңелбей. Мен эмне теңешим керек? Мисалы мен бок менен бок болуп жүрмүн. Шаарда жүрүп азыр айда туруп атам. Папасы өлгөндөн бери. Күндө бок менен бок болуп жүрүм. Анан ошо бок болуп жүргөн мен атама союлбайт экем да. Анан бир закондорду туура, анан бул аксакалдарга келген себеби кыргызды аксакал башкарган. 4 аксакал отурган. Ормонхандагы калбатабыз келгенде жанына бияка орун берчи. Төрагачы. Аксакал деген башкарып келген. Анан мен аксакал деген ким деген вопрос берип сурап атам. Сурасам айтып атат. Аксакал деген дейт, бул Кудай берген жаштын дейт, көбүн жашаган киши дейт. Азы калган дейт. Көрү жакындап коет го. Анан ошол жашоосунда ак менен караны ажыраткан киши дейт. Ал деген уже өзүм, балам деген унутуп калган киши дейт. Ал эл деп калган киши. Мына ошондой кишилер аксакал болушкан. Ошолор башкарган кыргызды. Анан мен дагы ошол акыркы үмүттөр үчүн ошо келип аткам да, сөздөрүңөрдү угайын. Анан рахмат. Ошол жана салтыбызда жазбайбыз деп эмени айтып атасыңар. Ооба, эмен тыйыш керек. Бишак сойгонду мактанганды токтотчу. Им туура бир токтор. Инге гана киришкениң туура эмес, калганы туура. Ийден турчу. Сен кайсынысынан кошулдуң эми? Сен кайсынысына кошулдуң? Сиз гана токтор, мен сизге кошулам азыр. Немени тиги жанагы ысырапкорчулукка туура эмес дедиң, э? Жок, Анан кийин тиги ким президенттин укасына кошулам дедиң, экөөнүн кайсынысына кошулдуң? Эме, түшүнбөйдү. Ал жерде ысырапкорчулукту жойлоп атат. Сөздүн мааниси буруп ачпай. Салт дегенди жой деген жок да. Биз бул жерден кимди Жапаровду уят кылып атат атам, жанагы властерлер. Ооба. Бул жерде Жапаров жаман сөз сүйлөгөн жок. Туура. Тартипке келди. Аны тиги бузуп келип бизге келди. Мен азыр Карзинкага тийишпе деп айттыңызбы? Ысырапкорчулукту биз эч жака эле кылбай калганбыз. Мен өзүмдүн уурумдун эмесимин. Биз ар бир үйгө канча киши келетин 5 кылдай билебиз. 5 кылдай билебиз. Анан айтып атышпайбы, жылкы десек 150 миң. Жок, жылкынын 5-6 түрү бар. 50 миң деп, мисалы элдин санына жараша. Билебиз канча кунан канча киши келет, бышты канча кетет, бээ канча кетет, чоң калкар канча. Бүт билебиз. Анын баарын билет деп алганбыз. Азыр ташылып баарын жайып койгонбуз жок. Андан көрө бизден опыт алсын керек болсо. Алда сөздөрүңөр айттыңар. Бул салтыбызды уланыш керек. Ысырапкорчулук деген жанагындай ашып келелерди жоюш керек. Бизге эч качан молдокелер келип алып туруп, эч качан командир деген эмес. Керек болсо аксакал. Жана бүгүнкү күнү баягы жаманды тиги
O çöp niyetlerle biz çıkar desek de doğru. Adı çöp niyet demez de başkaları gelip bizge kadayım. Dememiz saltış bilen kalışız ki. Hemen ben o bekçarağa Çabaşmak ettim. Kanlayıp bağlı. İman salamat olsun, hakkaylı olsun. Ama sen bunda ölgen artından kişi bekleyen kızda kep var. Turda düşüşkü zaman görme. Eğer de sen nasıl gençengin kaç bulup kalgandan sınıfta olup kengeşke girme koyalım degenine ben karşımım. Sen de hançam çattıge kilometresine bir olmakta sözler varken oylanıp kör. Hemen bir mesle açık, moşukta izlerimde koşma var. Bunlar ben ustaysa uç vereyim de bunu. Hani ikinci mesele, bugün iki meseleden karadık buyursa. Her günler oyunlarda ayttılar. Negizinde benim düşünüğümde şu bir boda soyulsa, tora olapta dep bunlar. Bağırın aytып atasınlar. Oy, çektöge girmeli koy. Çekti ödedi. Өздері жарашылар kılsın. Bunday da. Şartına zarar. Israptı joyolu de. Yok çektöge girmeli de odasın. Çektöge. Uşundan su işbeli odada. Jalpısından algan uşunday oladu. Negisi o şu. Israp degenge Kıskası. көп нәрсе керек. Ысырап дегенди чын эле ошол ысырап дегенди жое турган болсо азыр көп нерсени жоюп отурат. Чын-чындан. Ысырап деген жана ашыкча сарптоо. Ошол ашыкча сарптоону жоготот. Биз баарыбыз ушунамакпыз. Ana çektöğünü. Ana мына мисалы үчүн мына бул байчылар айтып атпайбы? Таш торкон депчи. Чын элечи ошол ашыкка эмени коюп атат таш торкон. Чай коюрга чыны коюрга орун жок калып атат. Бул мына ысырап дейт. Ана жана ким айтып кетти? Тиги бир бул айтты. Азыга барган канча миллион деген сомго өтүп атабыз. Ошол кичи хат иштеп атат. Буга да барып атат. Анан мунун баары тең ысырапка кирет. Чын-чынында ойлонуп көрсөк, İsra. мусулман дининде, мусулман өз мусулманчылыкты бул таптакыр көрөт. Doğru. Мусулманчылыкты бир чүнгүлө дагы динди бир чүнгүлө. Мен силерден суранам ушуну. Ушуга көңүл бөлгүлө атайын. Баарын аралаштырбагыла. Аралаштырсаңар ошентип тиги түшүнбөстүктөр келип пайда болот. Муну туура түшүнүш керек. Мен азыр силерге китеп берем, ошону окуп көргүлө. Ошондо айтты. Азыркы доордо Таштанбек Аксакал. Азыркы доор ынтымактын доору. Азыркы доор баштын, ойдун, көкүрөктүн тазалыгынын доору. Биз жаман ой, жаман тилек, жанагындай эмелерди биз ташташыбыз керек дагы биригишибиз керек. Alыс bolalar. Биз Кудай Таала да бизден ушуну күтүп атат. Качан биз элибиз ынтымакташар экен, качан ойлор оңолор экен, качан ынтымакка келер экен, качан жеп ичкенди токтотор экенбиз деп алкыбызды, напсыбызды тийишибиз керек болуп калды. Мына миллиарддаган доллар чөнтөгүбүздө туруп өлүп калсак, түйүнүн алып кетпейбиз дедикбиз. Карап тур. Ошол чогулткан дүйнөгө кат бир бакышты сыздатып, көз жашын агызып атат. Ошол жыйылган үчүн. Ана биз ал байды мактайбыз. Жесе дагы май жакшы, жебесе да бай жакшы, то есть май жакшы деп. Берсе дагы бай жакшы болуп. Ана байысын мен арзулугум жок. Бирок бирөөнүн көз жашы менен эмес. Бирөөнүн эмгеги менен эмес. Өзүнүн эмгеги менен байысын. Бул жерде мамлекеттик чоң кызматтарга келип алып, депутаттыкка келип алып, байуу деген бул элге душманчылык кылуу деген сөз. Мына ушуну түшүнүшүбүз керек. Ысырап деген эмне? Ашыкча жумушоо. Калганы шарты менен жумушаса эч ким ысырап болбойт. Шарты менен жумушоо. Барып калса шарты менен жумушайлы. Келип бергениңиздер үчүн рахмат. Мына ишиңиз ийгиликтүү болсун. Ден соолуктуу